Баршаңызға сәлем. Бүгін біз тауық етінен гриль жасаймыз. Ол үшін бізге тауық еті, кетчуп, майонез, приправа, картошка, сәбіз, пияз, тұз және пістемай қажет болады. Ең әуелі біз тауық етімізді жуып аламыз. Үстіне 2 қасық ас қасық майонез, 2 ас қасық кетчуп құямыз. Ең әуелі бірінші тұз, 1 шай қасықтай тұз саламыз. Үстіне приправа для гриля деген саламыз, 2 чайна ложкадей. Сосын үстін әдемілеп сылап, видеода көрсетілгендей барлық жеріне тең жағып шығамыз. Ары қарай картошкамызды видеода көрсетілгендей ірі-ірі қылып турап аламыз. Картошка қосу себебім менің балаларым жақсы көреді. Пияз дәмі кірсін деп, сәбіз бен пиязды да арасына салсақ болады. Картошкамызды аламыз, үстіне 1 шай қасықтай тұз саламыз және жарты пиала пістемайымызды құйып, приправамызды салып араластырамыз. Видеода көрсетілгендей барлық картошканы әдемі етіп орналастырып жайып шығамыз. Үстіне кішігірім приправа для картофеля деген қоссаңыз да болады. Маги фирмасынғы өте дәмді шығады. Алдын ала әсел пешімізді 45 минутқа 200 градусқа қойып аламыз. Мінекей ысып тұрған пешімізге грилімізді салдық. 45-50 минутымыз өтті. Мінекей қып-қызыл, сочный, мощный болып пісті. Ыстық. Қытырлап тұр. Иісі деген бөлмені алғанда айта алмаймын. Бізге сіздерге ас болсын. Менің рецептерім ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркеліңіздер. Сіздермен болған мен Есеналы қызы Меруерт. Әлі талай рецептермен сіздерге бөлісетін боламын.